Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен қыстың күні атылмайтын, бір жапқанда дұрыс шығатын осындай тұздалған қиярдың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қиярдың түбі мен басын кесіп, осылай таза суға 3-4 қайтара жуып аламыз. Онан соң осындай салқын суға салып, қиярларымыз суға бататындай етіп, шамамен 4 сағатқа қалдырамыз. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын видеодағыдай етіп тазалап аламыз. Бұл менде тәтті бұрыш. Тәтті бұрыштың қызыл және көк түсінен қостым. Осылай тазалап, онан кейін суға тазалап, тағы 2-3 қайтара жуып аламыз. Банкаларымызды 3-4 қайтара таза суға жуып, осылай мантаваркаға булап аламыз. Крышкаларымызды да 2 минут қайнаған суда ұстаймыз. Онан соң хрен жапырағын жуып, тазалап, осылай банкамыздың түбіне жайғастырамыз. Укропымызды да 2-3 қайтара таза суға жуып, банкамызға жайғастырамыз. Кепкен укроп пайдалансаңыздар да болады. Онан соң 5-6 дана сарымсақ, сосын жаңағы біздің кесіп тазалап алған тәтті бұрыштарымызды осылай банкамызға салып жайғастырып аламыз. Осындай қара бұрышымыздан да шамамен 10-15 дана саламыз. 3-4 дана лавр жапырағын саламыз. Соңынан ащы бұрышты осылай басын кесіп тастап, бұны да жуып тазалап салып, қиярымызды видеодағыдай етіп банкаға жайғастырып шығамыз. Мен қиярларды өте тығыз етіп орналастырдым бір-біріне. Себебі қазір ыстық су құйғаннан кейін қиярымыз босайтын болады. Банкаларымызға қиярды жайғастырып болғаннан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз да крышкамен бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа қалдырамыз. Менде су шамамен 20 минуттай тұрды. Енді осы суды төгіп тастаймыз. Кейбіреулер осы суды қайтадан қайнатып құйып жатады, бірақ бұл судың бізге қажеті жоқ. Бұл суды төгіп, біз жаңадан су қайнатып, қайтадан осы банкамызға құятын боламыз. Су құймас бұрын алдымен тұз, аспирин, уксусымызды салып аламыз. Егер де сіздерде 2 литрлік банка болса, 2 ас қасық, 1 литрлік болса, 1 ас қасық тұз салсаңыздар жеткілікті. Онан соң уксусымызды да осылай қасықтың көмегімен өлшеп, ас қасығымыздың жартысынан көбірек етіп уксус құямыз. Егер де сіздердің қиярларыңыз дәріленген болса, яғни қиярға сенімсіз болсаңыздар, онда міндетті түрде аспирин қосқандарыңыз дұрыс. 2 литрлік банкіге 2 штук аспирин қосасыздар. Менің қиярым өте жақсы болғандықтан, сенімді болғандықтан мен аспирин қоспадым. Онан соң осылай суды құйып, бетін бұрап жауып тастаймыз. Қыздар, егер де аспирин қоспайтын болсаңыздар, банкаларыңыз атылып кетуі мүмкін. Сондықтан қиярға сенімсіз болсаңыздар, міндетті түрде аспирин қосқандарыңыз дұрыс. Онан соң осылай төңкеріп, бетін жауып, көрпемен немесе одеялмен бір түнге немесе бір тәулікке орап қалдырамыз. Міне біздің қиярларымыз осындай болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады және де атылмайды. Сіздермен бірге болған Балзия. Видео ұнаса, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар.